экранға шығайын деп жатқан болмаған балашаққа түрткі болған азамат сатып алды. Оған қарайтын шамам жоқ. Мүлдем тыңдамайды. Біз сияқты бір сұқтау жігіттер болмаса, жалпы өзін шығармасын сатуға икемі жоқ. 180 миллион мен қарыз өзім досымнан алдым. Қайда бара жатсың? Ешкім көрмейді бұны. Сосын мен естідім, ол 20 миллионнан басталады оның гонорары. Мен бұны бизнес проект деп түсірген жоқпын. Жалпы біз 30 жыл бойы біз сондай ток-шоу, арзан күлкіге мемлекет үйретіп тастады. Аз уақыттың ішінде бестселлерге айналған болмаған балалық шақ романының авторы Ақберен Елгезек бүгін бізге қонаққа келіп отыр. Ақберен, қош келдің. Қош көрдік. Әңгімені дәл осы болмаған балалық шақ атты сенің романынан бастасақ, 40 мың данамен таралғаны туралы мәліметтер тарап жүр. Сол қаншалықты рас? Менің өзімнің баспам шығарған 40 мың дана. Қағаз түріндегісі. Одан бөлек пиратский копиялар өте көп. Пиратский копиялар мына біздің Алматыдағы Барахолкідегі Айгөз базарында сатылады деп естідім. Қырғызстаннан басылып келеді екен. Енді оны артын ұстай алмайсың. Одан бұрында пираттық копиялар өте көп шыққан, сосын олар тендермен мектепке сатады екен. Сондықтан 40 мың текені бұл ресми. Менің өзім шығарған тиражы. Ол әлбетте одан көп енді білмеймін, 100 мыңнан асып кеткен шығар бәлкім. Одан кейін бұл өзі интернетте 2008 жылы мен өзім жариялаған жоқпын, сөйтіп тарап кетті. Былайша Қытай асы дегендей ол жақта мектептерде оқытылды, Назарбаев интеллектуалды мектебінде бағдарламаға енген, сөйтіп бұл өте көп оқылған шығарма интернеттің өзінде. Ал қағаз жүзінде өзі сатылып жатқанымызға көп болған жоқ. 2000 жылы қалай пандемия басталды, сөйтіп үйде отырған адамдар кітап жібере бастадық. Сол қазіргі уақытқа дейін 40 мың дана саттым мен. 40 мың деген аз көрсеткіш емес. Иә. Қазақ әдебиеті. Бірақ көп те емес. Көп те емес. Болмаған балалық шақ үшін көп емес сияқты. Одан бөлек түрлі платформалар арқылы таралып жатыр. Мысалға әлемдік Amazon, біздің өзімді Каспийде де жүр. Каспий магазинге мысалы үшін күніне деп айтпай қоймын, бірақ аптасында бір сатушы шығады. Бірақ мен Алқа Паблишинг деген баспаға құқықты бергем сатуға. Бірақ басқа жаңағы Каспий магазиндер шығып жатады. Ол деген сөз сол пираттық копиялар шығарады. Енді біз алдырып сап отырамыз, үнемі күресеміз. Одан бөлек ютубта айына бірнеше рет аудио нұсқасы шығады. Оның иесін тапқанша біраз уақыт өтеді. Алып таста деп сонымен шулаймыз. Жаңа сен айтып отырған Amazon бұл енді ағылшын тілдік нұсқасы. Одан бөлек орыс тіліндегі нұсқасы Литреске жарияланды. Көп орыс тілді оқырмандар сол Литрестен сатып алып оқыды. Сол Amazonда кітабың сатылып жатыр ма? Мен қарап шықтым, көрдім. Көп адам пікір қалдырмапты. Соған қарағанда сатып жатқан жоқ деп ойлап қалдым. Бұл жерде былай болып тұр. Біз енді Америкада шығарған кітаптың нұсқасының келісім шарты бойынша барлық процесс біту керек. Американдықтар өте баяу жұмыс істейтін халық екен. Сол сияқты оларда чикагский стиль письма деген бар екен. Соған көшірді. Одан өзден редакторлар жұмыс істеді. Бір мұқабан өзін құдай сақтасын 2-3 ай жұмыс жасады, түптеді, бүйтті. Сөйтіп шығарды. Енді қазір үлкен аудиобук деген үлкен компанияда дыбысталуы өтті. Қазір енді ғана жарияланды. Ағылшын тіліндегісі. Ағылшын тіліндегі аудио версиясы. Негізі жалпы Батыс Еуропада, ақш-та қазір аудио кітапқа ауысып кетті халық баяғыдан. Машинада тыңдайды, жаңағы оқып отырмайды көп жағдайда. Сол аудиобукқа шыққаннан кейін промоушн басылады. Айтайын дегенім, неге сатылмай жатыр деген. Өйткені Амазонда миллиондаған кітап бар. Ол жерден Ақберен жариялана қалды деп елдің бәрі жүгірмейді, енді мен танымайды ешкім ол жақта. Сосын олар промоушн дүниесін жасайды. Қазір менің сол кітапқа байланысты көптеген әлеуметтік желілердің барлық нұсқаларында аккаунттарымызды ашты, болмаған балалық шақты ютубта ашып ролик түсіріп қойды, сөйтіп қазір промоушн жасағаннан кейін барып сатылады деген үміттеміз. Жалпы қазақ кітаптарының ішінде енді кезінде мемлекеттік бағдарламамен 2 жазушының кітабы шыққан екен. Қателеспесем, қателесуім мүмкін. Ол Сәкен Жүнісов пен Оралхан Бөкеевтің 2 кітабы аударылып Амазонға шыққан. Одан бөлек өз бетімен шыққан, былай шыққанда болмаған балалық шақ тұңғыш кітап болып тұр. Яғни америкалық
баспамен келісімшарт жасап, бүкіл процесс жүргізіп, сөйтіп шығарған дүние. Ал енді Амазонға барлық жерде іле беруге болады. Бұлар біз жұмыс істеген баспа, бұлар өздері жаңағы Амазонмен тікелей жұмыс істейді. Мен қателеспесем, осы әлемдік платформалармен жұмыс істеп, әжептәуір қара табыс тауып жатқан Қазақстанға қатысы бар қаламгер жазушылардың арасында Данияр Сүгірәлинов бар. Сүгірәлинов бар, ол орыс тілінде жазатын. Қараповтың оның кітабы кәдімгідей көптеп сатылып жатыр, қаншама кітап жазып тастады. Бәлкім соның жанры соған сәйкес келіп тұр ма екен? Фэнтези, басқа да тақырыптарды қозғайды. Мысалы үшін америкалық оқырманға америкаша жазудың қажеті жоқ, европаша жазудың қажеті жоқ. Жалпы адамзат құндылықтар жазу керек, сол кезде әлем оқиды деген бір бізде қате түсінік бар. Оларға экзотика керек. Сосын жалпы жетімдік проблемасы бұл тек қана қазақтың басындағы проблема емес, бұл жалпы адамзаттық проблема. ақш-та жетімдер жоқ деп айта алмаймыз. Әке-шешесі айталық жол апатынан кетіп қалса, ол жетім бала. Оның міндет түрде мың жерден оны үлдемен бүлдеге жағы орап Трамптың қасына отырғызып қойса да, ол бәрі де көңіл жетім болып өседі. Сондықтан ол кітап менің ойымша қазір промоушн жақсы болатын болса, Америкада жақсы өтеді деген не бар. Өйткені ол баспа алмайтын еді. Ол оқыды ғой бірінші. Американың баспалары ақша төлесең шығара бермейді біздің баспалар сияқты. Олар өтіліміне қарайды, сосын реномесіне қарайды. Немене шығарып отыр деген ертең отзыв жазатын болса, олардың бизнес жүрмей қалады. Сондықтан олар бірінші болмаған бала сияқты мазмұнына қарады да, біз мынаны басамыз, бұл өте қызықты деді. Демек, олар америкалықтардың талғамын біледі, олар не күтетінін біледі. Сол себептен бұл кітап жақсы таралады деген ой бар. Жалпы бізде өте қызық әдебиет бар. Біз әлемдік оқырманға өте қызық халық болып көрінуіміз керек деп ойлаймын. Ал мысалы үшін бізде Тынымбай Нұрмағанбеттің айталық мөлтек әңгімелерін аударатын болса, ол біздің характеріміз көрсететін керемет шығарма. Мағауиннің Шыңғыс ханның 4 томын аудармасында бір сығымдалған бір томын аударуға болады. Өйткені Мағауин жалпы әлемге Шыңғыс хан қай жақтан шықты деген мәселені көтеріп тұр ғой. Ол мүлдем адамзат тарихын өзгертіп жіберетін көзқарас негізі. Ол қызық болып оқылымы. Қазір Алтын Орда шығып жатыр, оны аударуға болады. Әбіш Кекілбаевтың енді кезінде аударылды, ол үлкен баға алды, және ол Германияның ғасырдың 100 жазушы деген тізіміне енді. Төлен Әбдіктің керемет шығармаларын аударуға болады. Біздің Дидар Амантайдың, Дәурен Қуаттың қызық қазақтың характерін, штрихтерін беретін, біздің бірегей ұлт екенімізді бір қызық, өзіміздің бір қасиеттеріміз бар ғой біздің. Соны бір әдемі нәзік тұстарын көрсететін күшті біздің проза бар. Сол өте керемет оқылады деп ойлаймын мен. Біз енді жазушылар көп жағдайда енді біз сияқты бір пысықтау жігіттер болмаса, жалпы өзінің шығармасын сатуға икемі жоқ, білмейді. Біздің жазушылар тек қана жазуды біледі, көбісі. Сосын бізде Совет үкіметі кезінде үлкен гонорарға үйреніп қалған жазушылар көп қозғала қоймайды. Мен кітабым жазылды, болды. Бұл сатылу керек, маған гонорар төлеу керек деген сондай психологияда өмір сүреді. Қазір заман басқа. Қазір адам өзінің енді тауар деген өзінің рухани тауарын өткізу керек қой. Ең құрғанда өз миссиясы орындалу керек. Жазған дүниені жұрт оқу керек. Ол әлемге, адамзатқа айтқысы келген ой жету керек адамдарға. Мәселе ақша емес ол. Сол себептен мен ойлаймын, қазір жалпы кітап нарығы өте жақсы қалыптасып жатыр, оқырман әдебиетке қайтып жатыр. Жұрт қазір оқи бастады, әсіресе жастар. Сол себептен қазір әдеби агенттіктері де шыға бастайтын шығар. Батыс Еуропа мен Америкамен қазір бұрын бізге бір айдың нар жағында отырған сияқты ел болса, қазір интернет заманында ол қиын емес. Қазір ағылшын тілін білетін жастар көп. Сондай бір кішкентай бір әдеби агенттер құрылып, бұл шаруа алдыға жылжитын шығар. Біз енді есіміз енді жинап отырмыз ғой енді былай айтқанда. Бәлкім Ақберен өзің сол екі әлем өркениет арасындағы алтын көпір боларсың, жолын білесің деген сияқты. Ол негізі ондай ой бар. Өзіңнің баспаңда бар. Иә, мен жалпы Абай баспасын ақш-тағы бір филиал сияқты ашқым келген. Мен өзім қазіргі болмаған балаша кітабын шығарған баспамен келісім де бар. Олардың ошақтағы өкілі болу орталық Азияда. Олар оған қазір келісіп отыр, бірақ мен мәселен өзіміздің қазақтың жазушысына мен осындай істей аламын деу үшін результат көрсетуім керек. Солай ғой енді. Қазір мен шығардым, оны жұрттың бәрі біледі. Шығарды Amazon, iOS, Play Market бәрінде шығып тұр. Мен оларға айтуым керек. Міне мен шығардым, міне мен саттым. Осыншама дана саттым, пәлен ақша таптым.
сен де осындай бола аласың деп айтуым үшін бірінші ана шаруаның бәрін бітіруім керек. Сосын жүріп өткен жолымда мен жүріп өттім, сенің де шығармаң осындай болады деп ұсыныс жасауға болады нарыққа, жазушылардың арасында. Ондай ой бар, енді бұйырса, мүмкін ол биылда басталып кететін шығар. Мен енді Абай баспасынан сол Америкада бір несін тіркегім келеді. Мүмкін олардың бәрін сиқырлап тастаған шығар. Олар сиқыршылар, жайлар, құмшықтар шығар. Фильм түсіруге не түрткі болды? Оны біреулер ұсынды ма, жоқ әлде өзің соны қаладың ба? Фильм түсіру идеясының авторы кім? Болмаған балшық, о баста шығып, интернетке таралғаннан кейін, маған өте көп режиссерлар шықты. 7-8 режиссер шықты. Әрине, жарайды түсірейік деп сөйтсем, оған ақша табу керек деп айтады. Экранға шығайын деп жатқан болмаған балшаққа түрткі болған Азамат сатып алды. Азамат сатып алды, қазақ фильмге президент болып барған кезде маған хабарласты. Құдайдың баласы, мен мына жерге не үшін келдім деп. Анда мен ішінде Құдайдың баласы деген сюжет бар, соған байланысты сөйтіп атайды мені. Сосын осылай түсірейік, 50-50 коллаборация жасаймыз. Бұл фильм атады, сосын мен мемлекетке 50% пайдасын табамыз деп. Сөйтіп келіскенбіз, оған бірақ Азамат уақыт енді кетіп қалды, біз бастап үлгермедік. Сөйтіп өзіміз кастинг өткізіп қойдық, қаншама шаруа жасалды, біраз шығын кетіп қалды. Сол себептен тоқтаудың қажеті жоқ деп, ары қарай енді қарыздан қауғаланып киноны түсіріп шықтық. Қазақстандағы бүкіл кинотеатрларға шыққалы отырған болмаған балалық шақ фильмінің бюджеті қандай? Енді қазір ана біз әлі қарыз компаниялардың бәрін есебін білмеймін, мен осы сұхбат келгенге дайындалып келуім керек. Енді 180 миллион мен қарыз өзім досымнан алдым. Ол да бір шіріп тұрған бай емес, ол үйін залогқа қойды, машинасын сатты, сөйтті бүйтті. Енді ол қарыз, енді ол қайтатын ақша, ол да өзім 60 миллиондай ақша қостым, енді баспамнан тапқан ақшаны. 240 миллион болды? 240 миллион, енді ар жағында бір 15-20 миллион айналасында енді бір графистерге төлейсің, бояушыларға, звукорежиссер деген сияқты. 250-260 миллион. Шамамен солай болады. Негізі бір жақсы фильмді 300 миллионға түсіруге болады деген ойдамын мен. Қазір енді қымбаттап жатыр көп нәрсе. Сол себептен, енді мысал үшін қазір түсіріліп жатқан комедиялардың бюджетін білмеймін, бірақ олар 200 миллион аспайды менше. Ағымдағы дүниені түсіру өте арзан, өткен киім алмайсың, кәдімгі киімін түсірсің. Ал енді болмаған балшаққа костюм алдық біз. Өткен 80-90 жылдардағы оқиғалар ғой. Оған енді сол жердегі декорацияларды жасады, оның бәрі ақша болды мысалы. Өзің коммунистің, өзің талқан жейсің деген секілді. Өзің продюсерсің, өзің фильмнің түсірген бюджетін нақты білмейсің. Бұл қалай болған Ақберен? Жоқ, білем ғой, ол қағазда бәрі тұр. Мен шынымды айтсам өзім өмірімдегі бюджетімді дұрыс басқара алатын адам емеспін, қаржылық сауаттымын деп айта алмаймын. Біз творческий адамбыз, маған бір продюсер айтады, анаған ақша керек, тауып бер дейді, жүгіріп барып ананы сұрайсың. Көмекшілерің, сен бас продюсерсің. Енді бас продюсер деген ат қой, құрсын. Автормын ғой негізі. Мен сол айтады, енді анаған ақша керек, мына жерге звондап бер, ана жерге хат жазу керек деген сияқты. Сонымен айналысып жүрген продюсермін ғой, мен енді продюсерсім ақпын негізі. Фильм түсіре алатын, осы салада жүрген бір маманды шақыру керек шығар. Жоқ, ол мамандар бар ғой. Мен енді бас продюсер деп олар еркелетіп жазып отыр, енді мәртебе беріп. Негізі сол Олжас Тартаев деген біздің продюсер бар, өте мықты. Қазақ фильмінің ішінде қаншама кинолардың продюсері бар, ол түсқаққан продюсерлер бар ғой, сол. Бәрін ұйымдастырып жүрген сол. Мен шынымды айтсам, ана съемочный площадка барған жоқпын. Бір рет бардым, оның өзіне мен түсірем деген кезде. Мен ана кино ішінде болуым керек болған, осы қазіргі кейпімен. Сосын біз одан, мұны керек емес, мұны артық болып кетті деп, кесіп тастадық. Сол кезде ғана бардым. Мен жалпы режиссерға толық еркіндік бердім. Айдын Сақыманға да айттым. Айдын, сен маған қарай берме, мен киношник емес, мен білмеймін ештеңе бұл жерде. Болмаған балашақтың міне кітабы, мынау сценарийі. Өзің қалай түсіресің, солай түсір. Мынау ақшаңды тауып береді, Олжас. Болды деп сөйтіп үйде отырдым, өздері түсіріп шықты. Дәкайды алып келді, операцияның алдында тыныштық керек қой. Оған қарайтын шамам жоқ. Мүлдем тыңдамайды. Ал енді алда жалда осы фильм Оскар ұтып алып жатса, жүлде кімге бұйырады? Негізі әдетте бас продюсер осы жүлдені алады Оскарды. Мәселен. Болжам. Енді алсақ аламыз жарайды енді. Яд емес пе? Бірақ рет
түсіру енді- алаңына барған ол бас енді- продюсер Ақберен Елгезек Жоқ, ол жүлдені алуға шығып бара жатса. Қызармай, ұялмай. бірақ енді ол команданың несі болатын еді ғой енді, статуэткасы. Оскардың деп қояды. Сосын бір Оскар бергеннен кейін оның ішінде енді главный рөлға беріледі, режиссерға береді деген сияқты. Сондықтан құр қалмаймыз, Оскар беріп алсыншы бірінші. Бәлкім деп айтайық. Фильм осы прокатта құлап қалса, сол шығынды ақтамаса, жауапкершілігін барлығын көтеретін өзің деген сөз ғой енді былай қарағанда. Енді ол егер мемлекеттен ақша алып отырсаң. Бұл жерде енді провал болса да, атса да, басқа болса да, әрине мен жауап беремін ғой, өйткені ақшасына тауып беріп отырған, жалпы идейный вдохновитель дейді ғой, осының бәрін жасап отырғаннан кейін. Мен неге бара жатқанын білдім. Қазір комедия шарықтап тұрған заманда ондай әлеуметтік фильм өтпей қалуы да мүмкін деген әңгімелер көп айтылды маған. Қайда бара жатсың? Ешкім көрмейді бұны. Бұл енді қиын жанр ғой деген сияқты. Бірақ мен жүрегім сезді. Мен қазір ештеңе айта алмаймын, өйткені біз 27 ақпанға әлі жеткен жоқпыз екеуміз, сол себептен қалай онда да бір Аллаға тәуекел деп отырмын. Одан кейін бізде, мысалы үшін, Олжас болсын біздің продюсер, я болмаса Айдын Сақаман болсын режиссер, сенің бас продюсерге жаздық, енді өзің жауап бересің деп, олар ондай жігіттер емес. Олардың бәрі кәдімгідей жанын салып, қатты толқып жүр. Қалай болады екен деп. Бірақ жалпы қазірдің өзінде, трейлер шыққанның өзінде бірнеше кинотанушылар өте жақсы бағасын берді. Сосын жалпы әлеуметтік желідегі пікірлерге қарасақ, біз барамыз, мен көреміз дейді. Өйткені кітаптың өзінің аудиториясы бар. Спектакльге барған аудитория бар. Бұл жалпы мектепте оқитын оқушылар мен ата-аналардың фильмі негізі. Өз көзіммен көрдім, мысалы үшін театрдан шығып, жылап, әке-шешесіне звондап жатқан адам балаларды көрдім, мен жас студенттерді. Ол деген сөз, бұл шығарманың өзінің бір қызық магиясы бар. Яғни, 4 түлік сай болып өскен баланы да әсер етеді, ойландырады, жетім өскен баланы жұбатады, мотивация береді. Мынау бәрі өтеді екен ғой, болашақта ол өзінің өмірінің қожайыны болады. Демек, бәрі өткінші екені, адам бір Аллаға сеніп, ешқашан мойымау керек, алдыға жүру керек деген ойлар тастайтын шығарма ғой. Сондықтан бұл ертең көргеннен кейін бас продюсер таяқ жемейді деп ойлаймын. Фильм қарсаңындағы жарнама, елге таныту деген жұмыстарға ақша, қаражат бөлінді ма, онымен нақты ешкім айналыспаған да сияқты? Ақша жоқ деген бір жүрші еді ғой, білесің ба? Жақындағанда бір кішкене агрессивный не жасаймыз, реклама жасаймыз. Қазір біздің 2 клипіміз шығады. Үлкен саундтрекпен, ол да біраз жерге барады. Енді адамды біз шығардық, адамның өзі бір 500 миллиондай просмотр жинады. Мысалы үшін YouTube болсын, TikTok болсын. Сол себептен халық жалпы жай хабарландырып жатыр. Өйткені одан кейін киноға бара жатқан адамдардың алдында ол реклама жүріп жатыр мысалы. Осы Қазақстан прокатында рекорд орнатқан. Дариға Бадықованың өзіне кезінде саундтрек болған, әнді де жазып берген өзің. Ал енді өзіңнің фильмге келген кезде неге бұның саундтрегі қайда, неге осы уақытта жер жатпайды деп мен де кәдімгідей ойлап қалдым. Қой, мына ойланатын нәрсе екенсің мен, Мейрамбек Беспаев, басқа да әнші ақындармен Мейрамбек араласып. Беспаевтың клип шығады осы 1-2 күнде. 1-2 күнде шығады, Бозторғай деген. Өзінің 89 жыл орындаған жаңағы концертіндегі дүниесін біз клип қылып шығарайын деп жатырмыз. Оны 40 жыл бойы қаншама кино түсірушілер сұраған кезде Мейрамбек бермей келді, маған берді. Досым осыны саған бергізбей келе жатқан екен, мен саған осыны сыйлаймын деп. Клипке өзі де түсіп берді. Бозторғаймен сол бір саундтрек жасаймыз. Одан кейін сен ешкімге бермеймін деген менің сөзіме жазылған Талғат Ілестің жаңа бір әні шықты. Оның саундтрегі оны да шығарамыз. Сосын мынандай нәрсе, бізде 27-сіне дейін промоушн болу керек. Одан кейін болмайды деген сөз емес, кино 1 ай көрсетіледі. Болмаған балшат көріп шыққан адамдар
егер ұнаса, бұл халықтың ішіне сарафан радио болып таралады деп ойлаймын. Соған да сенім бар бір жағынан. Айтар ой бар кино ең басы. Ырқыл-жырқыл емес, боғау сөз жоқ деген сияқты. Балаларға да ұнайтын, ересектерге де ұнайтын сондай бір жақсы картина ұсынып жатырмыз деп есептеймін. Фильмнің бюджеті 250-260 миллион дейсің. Оның жарымы әлгі атақты әйгілі актер Берік Айчановқа төленген шығар. Оның гонорары қанша екен? Жоқ, ең қызығы, мен айтып тұрмын ғой. Біз Берік Айчанов келіспейді деп ойладық. Біріншіден, ол жерде біздің кинода ойнаған оныкі жағымсыз кейіпкер. Бұл менің ұлым, Ақберен. Папа? Мен саған папа емеспін. Өз қолыммен буындырып өлтіремін. Осалды ешкімге күн көрсетпейді. Оның барлық ойнап шыққан киноларын көрген жоқ, бірақ негізі жағымды кейіпкерлер көп жағдайда. Сосын директорына біздің продюсерлер қорқа хабарласқан кезде енді аса бір сөйлесуге де құлық танытқан жоқ басында. Сосын мен естідім, ол 20 миллионнан басталады оның гонорары деп естідім, мен нақты айта алмаймын. Доллар. Жоқ, теңге ғой. Сосын Берік мырзаға біз нені жібергеннен кейін, сценарийді жібергеннен кейін, ол оқып шығып өзі мен түсем деп айтты. Және айтпай қойын, өте символический ақшаға түсіп берді. Ол бізге үлкен көмек жасады. 20 миллионнан аз. Әлде көп. Әлде қайда аз. Сондықтан Бекеңе осы сұхбат пайдалана отырып, елдің алдында үлкен рахмет айтқым келеді. Кастинг сәтті жүргізілген сияқты, мәселен сол жаңағы Аққоштың рөлін сомдаушы жас бала өзіңнің кішкентай кезіндегі дәл сол Ақберенге аумай қалған сияқты. Кастинг өте жақсы өтті. Мысалы үшін қазір қателеспесем, Алматының өзінен 800 бала қатысты. Где-то 1000-нан астам видео пробалар келді. Яғни бұл киноға түсем деген балалардың несі көп болды. Бірақ енді осы Шәкәрім Алмасбектің кішкентай Аққоштың ойнайтын және Нұртілек Жарылқасын бозбала Аққошты ойнайтын. Сол екеуінің бағы жанды және екеуін де Құдай бізге бере салды деп ойлаймын. Өте талантты ойнашты. Бұрын кино ойнамаған балалар ғой енді. Сосын енді ол режиссер оларға енді түсірілім алаңында әке сияқты болды және ол режиссердің де бұл жерде қабілетіне байланысты алып шықты ол екеуін. Жақсы ойнап шықты деп ойлаймын. Енді мен киномды мақтап отырған сияқты болмаймын, бірақ мен балалардың ойынын айтып отырмын. Кәдімгі соған сеніп, жылайтын жерде жылап, күлетін жерде күліп деген сияқты бүкіл несін көрсетті, талантын көрсетті. Қуандым, жұлдыздар жансын, биік болсын, бұдан кейін де керемет фильмдерде ойнасын, шетелдік проектлерге қатыссын деп батамды беріп отырамын үнемі. Енді өзіміздің мысалы үшін Шәкәрім Алмасбек бұл Мақсат Рахмет деген әйгілі Алаш тобы деген топтағы солист, лидері сол группаның. Соның баласы Шәкәрім Алмасбек. Ол кәдімгі ешкімге айтпай кастингке қатысқан, өзі өтті. Бұлай енді әкесіне ұқсайды, сарылығы ұқсайды маған. Шәкәрім бұлай жалпы келбетін бұлай қылықтары бір әкесіне ұқсап тұр Мақсатқа. Мақсат енді актер, шешесі актер. Ол қалай жазушы болып кетсін дегендей, ол бәрі де тақыр жерге шөберіспейді. Екеуінен, анасынан да, әкенің тегінен де алып шыққан өнерлі бала болды. Ол енді бізге үлкен бір қазына тау болғандай жағдайдамыз. Шәкәрім, Шәкөн дейміз өзіміз. Аққош сияқты бұзықтау, еті тірі, сондай балада. Бұл фильмнің аудиториясы кім? Кімге арналған? Жанры қандай? Жасөспірім балалармен 14 жастан бастап үлкен кәрі адамға дейін ғой. Ол жерде полигон да айтылады. Балаларға арналған фэнтези де бар, үлкен кісілерге арналған сол 80-90 жылдардағы атмосфера бар, сол кездегі тұрмыс, адамдардың мінез құлқы, жалпы әр қазақтың әулетінде болып жататын проблемалар, конфликттер деген сияқты сондай бір нәрселер бар. Бірақ негізі жалпы ең соңында алып келетін бұл бәрі де адамгершілік құндылықтар, махаббат, бауыр мен бауырдың арасындағы сүйіспеншілік, кешірім деген сияқты сондай дүниелерді біз посыл ретінде аяқ жағында береміз. Енді жалпы шығарманың, кез келген шығарманың міндетті түрде болмаған балашық емес.
айтар ойы болу керек. Бұл фильмнен өзінің айтар ойы бар. Осы фильмнен қанша пайда табамыз деп жоспарлап отырсыңдар? Жоспар жоқ. Жоспар Бәрі бір Құдайдың қолында. Енді халыққа ұнап жүрсе, халық көбірек келсе, көбірек касса болады. Болмаса, мен бұны бизнес проект деп түсірген жоқпын. Бұл кітабының экранизациясы болып жатыр. Бұл жалпы жазушы үшін үлкен мәртебе, үлкен жетістік деп есептеймін. Мен қазір заманда ол қиын емес шығар кино түсіру, бірақ бұрынғы заманда, мысалы үшін, сенің романың экранизацияланса, ол сен классикалық шығарма жазылған сияқты болады. Қазір кез келген енді сценарийді киноға айналып отыр ғой. Қазір қызық емес шығар, бірақ өзіме, менен сол эпоханың аяғында дүниеге келген адаммын ғой, маған мысалы үшін өзім жазған дүнием экранға шығуы, соның өзі маған касса дейікші енді. Соның өзі маған үлкен гонорар. Сосын енді бұл болмаған балшақты енді езгілей бермей, бір семіз нүктесін қоятын уақыт келген, енді осы киномен қойылады. Одан кейін бір жаңа роман дайын тұр, соны мен көрерменге ұсынамын. Тек қана болмаған балшақты ғана жазылатын жазушы емес екенін көрсеткім келеді. Басқа да шығармашылық өзімнің жоспарларым бар. Одан бөлек енді бір басқа рухани бір кітаптар жазып жатырмыз деген сияқты. Қалай ойлайсың, неге біздің кино өндірісте көбіне комедия тақырыбындағы, комедия жанрындағы арзан әзілге арналған фильмдер өте көп және өте көп табыс тауып жатыр? Біреулер айтады, мына абайда ызалы күлкі деген бір ұғым бар ғой. Кейде адам жылай алмай жүрген кезде, жаңағындай салмақты фильмдерді көретін болса, сентиментальный киноларды көретін болса, жылайды ғой, ол эмоцияның бір түрі. Онда ештеңе жоқ болғанда комедияға барып адам күледі, өзіне, заманына күледі деген сияқты бір өзінше түсіндіретін нәрселер бар енді комедия түсіретіндердің. Жалпы біз 30 жыл бойы бізді сондай ток-шоу, арзан күлкіге мемлекет үйретіп тастады. Біз жайлап одан жалға бастадық. Қазір комедиядан да жалғасын. Қанша комедия шығады, бәріне бар үлгермейсің. Салмақты фильмдердің дәурені басталды, дәуірі. Мысалы үшін қырғызды түсірсе де, енді өзіміздің ағайын Пейіш фильм өте керемет касса жинады. Дәстүр мысалы үшін былтыр жақсы касса жиналды. Ондай кинолар жоқ емес, бар. Бірақ бізде комедияның дақпырты қатты шығып кетеді. Білмеймін сондай енді. Күлкі, жеңіл нәрсе тез өтеді ғой жалпы. Екінің бірі фильм түсіргіш болып кетті. Сондай болып кетті. Ол енді қалай болғанда да нарық айта алмайсың ғой сен. Былай істе деп. Нарық сөйтіп өзі түзеліп, әлгі адамдар өздері екшейді, қай товар жақсы, қай товар жаман. Бұрын енді Қытайдың барлық киімін кие беретін едік қой, сол сияқты комедияның бәрін көре берген шығармыз. Кейін жайлап парасатты киноларға ойландыратын сондай бір. Мысалы үшін мен қазір айтып жүрмін біздің жігіттерге. Мысалы үшін бізде Қыз жібектен кейін бір жақсы бір мелодрама жоқ. Махаббат тақырыбындағы бір кәдімгі жүрегінде ауыртатын, дейміз ба, жүрегін жылататын бір күшті сентиментальный фильм жоқ. Енді оқта-текте махаббаттың бір комедияға айналдырып жүреді, аяқ жағы бір нәрсе болып кетеді. Бір сондай бір Ромео мен Джульетта сияқты деңгейдегі бір қазақтың бір киносы керек сияқты. Сосын біздің тарихи тұлғаларға байланысты кино көп, бірақ оның бәрі көп жағдайда мемлекеттің қаржысына түсіріледі. Мемлекет қаржысына түсірілгеннен кейін оның қаржылық жаңағы табыс табу жағындағы несін, ол жақсын көп ойлай бермейді. Түсіріп бердім болды. Оны промоушн жасамайды, оған адамдарды көп шақырмайды. Мысалы үшін Жамбыл туралы түскен фильм бар. Әжептәуір фильм екен, көріп шықтым мен. Соны мысалы үшін жарнама сонша қатты болған жоқ, айталық. Бізде Абай туралы әлі күнге дейін дұрыс кино жоқ. Абай енді екі Абай жоқ қой бізде, бір Абай бар. Әл-Фараби туралы кино жоқ, дұрыс тарихи кәдімгі. Бірақ оны рынок түсіру керек. Өйткені айталық, жеке қаржыға түсірілген киноны олар киноның тілімен түсіреді. Яғни халық мына жерде көрмей қалады, мына жерге мынандай фишкалар керек деген сияқты сценарийді жанашылықпен жазады. Мемлекеттің қаржысына түсірілген нәрсе ол әйтеуір жасап берейік болды. Комиссия қабылдады ма, бітті, ары көріп жатыр ма, көрмей жатыр ма, ол қай жерде көрсетіп жатыр. Енді жақсы кино болса Ер Астана сатып алады деген сияқты, кейбір Кинопоиск сияқты компаниялар көреді. Болмаса ол бәрі архивке кетіп жатыр. Сол себептен нарық өзі халық тәрбиелейді. Немесе халық нарық тәрбиелейді деп айтайықшы. Комедияға бармайтын болса, адам комедияны түсірмейді уже.
Сосын жайлап жаңағындай ойлы сондай фильмдерге ауысады. Сон дәуірі енді келді деп ойлаймын. Болмаған бала шақпен келген жоқ, ол одан бұрын келіп қойды. Бірақ сол осы 1-2 жылдың көлемінде сонда тенденция байқалады. Комедиядан сәл жалға бастады жүрді. 27 ақпаннан бастап бүкіл Қазақстандағы кинотеатрларда көрсетіледі. Ақберен, осында келіп, сайқалы, сабдарлы әңгіме айтқаныңа үлкен рахмет. Шақырғаны рахмет Талғат. Мүмкін емес болмауы мені туған ананың. Мамам жоқ. Ұмыт болды шешем. Ұмытпайын. Қасында әке шешесі жоқ балалар. Құдайдың баласы.